Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Айнамгүл. Қарапайым әрі дәмді Орео пирогын пісіретін боламыз. Жұмыртқа, құмшекер салып, құмшекеріміз ерігенше жақсылап тұрып араластыру қажет болады. Осындай аппақ масса болғанға дейін араластырамыз. Сары майымызды, қопсытқыш, ұнның жартысын және какао салып, қолымызбен араластырамыз. Қалған ұнымызды саламын. Осыдан қамыр дайындаймын. Қамыр дайын болды. Осының 1/3 бөлігін бөліп, салафанға салып, мұздатқышқа салып қоямыз. Қамыр жұмсақ болу қажет. Енді соны формамызға салып жаямыз. Мен қолмен жайдым, себебі маған солай ыңғайлы. Өздеріңіздің қалауыңызша оқтаумен илеп жайсаңыз да болады. Бас бармақпен қабырғаларын шығарамын. Қасықпен жан-жағын тегістеп шығамын. Қамырымыз көтеріліп кетпеу үшін шанышқымен тесіп шығамын. Осыны тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Оған сүзбе, құмшекер, қаймақ, және жұмыртқамызды салып, блендермен езіп, бір келкі болғанша еземіз. Достар, пирогтың құрамы видеоның астында жазылып тұрады. Осындай бір келкі массамыз дайын болды. Енді Орео печеньемізді алып, соны ұнтақтаймын. Дайын болған печеньені массаға салып араластырамын. Тоңазытқа салып қойған формамызды алып, салмамызды соның үстіне жаямыз.
тегістеймін. Және мұздатқыштағы салып қойған қамырымызды алып, соны үккішпен өткіземіз. Салманың бетін жауып шығамын. «180 градуста 40 минутқа пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, міндетті түрде ұнайды деп ойлаймын. Видеома лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, достар.